Құрметті менің достарым, аэродроп бізде басталып кетті. 24 октябрьден бастап бұл SX деген монетаға қатысты. Мына жерде біздің сұрағымызға жауап беріп жатыр. Мына жерде айтады, OKX биржаға шығаруға болады дейді, Bybit биржаға шығаруға болады, Bitkit биржаға, сосын Telegramға шығаруға болады, кошелекқа. Сосын ончейн және мына бір биржаға шығаруға болады. Бұл да биржалар ғой. Енді өзіңіз таңдайсыз, осы жерден қайсына шығарғыңыз келеді, соны таңдайсыз. Сосын мына жерде бүкіл сұрақтарға жауап беріп қойған. Яғни, когда я получу свои токени, мысалы шығарасыз ғой, сіз оны қай кезде алатыныңызды жазып қойған. Егер сіз заявка берсеңіз, листинг күні сіздің шығарған биржаңызда, болмасам кошелегіңізде пайда болады деп тұр. Ол біріншісі. Екінші сұраққа, в чем разница между off-chain и on-chain claim? Яғни, офчейн транзакции не требует от вас оплаты комиссионных сборов дейді. Офчейн транзакция деген сізден комиссия алмайды деп отыр да. Офчейн деген қайда бізде? Мына жерде офчейн деген бар ма? Офчейн қазіргі біздің жаңағы шығарып жатырғанымыз офчейнға жатады ау, мен түсінгенім. Ары қарай кеттік. Это доступно вам 23 октябрьге дейін шығару керек ақшаны. 23 октябрьге дейін шығару керек. Жаңа ақша болғанда токендарды ғой. Одан кейін жаңағы транзакция ончейн потребует от вас наличие газа дейді. Егер ончейн деген аэродроп таңдайтын болсаңыз, онда сіз 0.1 тонды комиссия газа ретінде төлейтін боласыз. Егер олай жаңағы сразу моментально шығарғыңыз келсе, ончейн деген моментально шығару екен, офчейн деген жаңағы биржа кезінде, листинг кезінде шығару екен. Түсіндім. Енді ары қарай кеттік. Вы получите токены только через несколько часов дейді жаңағы. В зависимости от нагрузки сети. Вы получите токены только через несколько часов после листинга. Листингтан кейін екен, егер ончейн деген функцияны таңдайтын болсаңыз, листингтан кейін жаңағы листингтан кейін шығарады екенсіз. Сосын ары қарай айтады, могу ли я заменить биржу, если я уже выбрал одну дейді. Егер сіз мысалы OKX-ті таңдап қойсаңыз, Bybit биржаға шығара аласыз. Оның барлығын сіз 23 октябрьге дейін өзгерте аласыз. Сосын, до какой даты я могу вывести токены из X Empire, мерге жазып қойыпты, 31 октябрьге дейін шығарып алады екенсіз. Сосын, почему мне следует удержать или покупать SX деп тұр. Мысалы, мен держать, ұстап отырамын оны ше. Енді айтады, держатели токенов SX будет участвовать в раздачах токенов партнерских проектов. Енді бұлар осындай жаңағы тапылкилар көбейіп кетті ғой. Олардың бәрі бір-біріне бизнес проект болып есептелінеді. Сондықтан, егер сіз SX монетаны кошелегіңізде ұстап отыратын болсаңыз, сіз тағы да басқа проектлардың монетасын жаңағы тегін ала аласыз деп тұр. Который тегін ала аласыз деп. Сосын список этих приложений можно найти в меню дейді. Менюден таба аласыз. Который будет регулярно обновляться. Яғни басқа проектлардың да монетасын ала аласыз. Мен, скорее всего, сатпаймын, потому что сатқаннан толк жоқ. Потому что елдің бәрі сатады да, оны сатудың қажет жоқ. Бұндайда наоборот ұстап отыру керек. Кроме того, держатели токенов SX получают премиум услуги и привилегии в наших утилитарных приложениях. И этот список можно найти в меню дейді. Болашақта көп мүмкіндік болады, бір сөзбен айтқанда, SX монетаны кошелектарыңызда ұстап отырсаңыздар. Как я могу обменять NFT? Бізде NFT жоқ. Важные заметки. В некоторых случаях биржа может отказать в требовании ваших токенов, если егер сіз биржаға дұрыс емес адреске жіберіп қойсаңыз, сіздің ақшаңыз жаңағы тұрып қалу мүмкін дейді. Сосын мерде SX Holder, SX Utility деп қойыпты екен. SX Holder дегенді бассақ не өзгереді екен? Мына жерде ештеңке пока өзгермейді екен. SX Utility десек те пока ештеңке өзгермейді екен. Яғни мен аламын да, Құдай қаласа, Құдай бұйыртса, өзімнің телеграмма шығарам. Осылай бастым, міне қараңыздар. Телеграмды таңдадым мен. Жоқ, мен осы жерден осы видеоны сақтап қояйын, сосын қайтадан көрсетейін сіздерге.